Мясо по-тайски жасайтын боламыз. Алдымен видеоны көрмес бұрын лайк басып, пікірге жақсы сөздеріңіз қалдырсаңыздар, өте қатты қуанатын едім. Етті 4 бұрыштап тураймыз. Осыған соевый соусты приправаны салып, араластырып жарты сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Пиязды, бұрышты, чили бұрышын, сарымсақты барлығын турап аламыз. Жеке соус жасайтын боламыз. Оған бізге керек соевый соус, уксус, су және де қант керек болады. Жаңағы маринадталып тұрған етке крахмалды салып, араластырып, сосын жақсылап піскенше қуырып, ақырын отта пісіреміз. Жеке бір табаға пиязды, бұрышты, сарымсақты барлығын қуырамыз. Және де бағанағы соусымызға ұн мен суды араластырып, соусқа құйып, осы ет пен бұрыштың үстіне құятын боламыз. Жақсылап піскенше дайындаймыз. Біздің тамағымыз дайын, өте дәмді болады. Гарнирге күрішті жасап бересіздер. Ас болсын, сіздермен болған ерекше